Бірінші рет үй алғалы жүрміз. Первоначальный взнос қанша болу керек, сәлеметсіз бе? Егер де сіз екінші нарықтан алғыңыз келсе, онда алғашқы жарна 50%-ді құрайды. 50%-ді құйып, 3 ай күту керек болады. Егер де сіз алғашқы нарықтан алғыңыз келсе, онда жасыл ипотекаға алғашқы жарна 20%-ді құрайды. Бұл жерде сіздер күтпей ала бересіздер. 20%-ді құйып, табысыңызды растап, 12,5%-бен алып кете бересіз. Егер де алғашқы нарықтан 30-70 деген бағдарламамен алыңыз келсе, онда алғашқы жарна 30%-ді құрайды. Бірақ бұл бағдарлама бойынша 30%-ді құйып күте тұру керек болады 7 ай шамасында. Өткені бұл бағдарлама бойынша бағалау көрсеткіші 3-те 3-ке жету керек депозиттің. Ол қашан жетеді? 30%-ді салған соң депозитке 7 ай күткеннен кейін бар, бірақ бағалау көрсеткіші 3-те 3-ке жетеді. Табысты растап 7%-бен үйді алып кете беруіңізге болады. Ипотека бойынша көбірек мағлұмат білгіңіз келсе, маған жазылуды ұмытпаңыздар.